20-шы есеп. Берілген теңдеуді шешіңіз. Ол үшін ең алдымен теңдеудің екі жағына назар аударайық. X минус 8 бөлінген X плюс 8 берілген. Мына жақта керісінше X плюс 8-ден бөлінген X минус 8. Егер X плюс 8-ден X минус 8 деген өрнекті, бөлшекті A деп белгілейтін болсақ, бізде сәйкесінше A тең 25 бөлінген A болады. Осы жерден аны табайық. A квадрат тең 25-ке, A тең болады плюс минус 5-ке. A тең болады 5-ке. Яғни X минус 8, X плюс 8 тең болады 5-ке. X минус 8 тең болады 5X плюс 40-қа. Минус 4X тең болады 48-ге, X тең болады минус 12-ке. Бұл бізде бір жауабы. Екінші. X минус 8, X плюс 8 тең болады минус 5-ке. A тең болғанда минус 5-ке. Пропорция түрінде көбейтіп жазайық. X минус 8 тең болады минус 5X минус 40. 6X тең болады минус 32-ке. X тең болады минус 32 бөлінген 6-ға. Ал бұл дегеніміз минус 5 бүтін 6-дан 2. Қартатын болсақ, минус 5 бүтін 3-тен 1-ге тең. Сонымен берілген есептің жауаптары минус 12 және минус 5 бүтін 3-тен 1. Бізде бұл Е нұсқасы.